Кымбатты достар, бүгін оразаға арналған көздің жауын алатын ерекше мерекелік дастархан ұсынамын. Оразаларыңыз қабыл болсын. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта жаңа видеоларды жіберіп алмаңыздар. Ең әуелі ақ серке балығының өте дәмді тіске басар дайындаймыз. Бәріңіз жасап көріңіздер. Өте дәмді. Балықтың қабығын, сүйегін алып тастаймыз. Осындай көлемде кубиктап тураймыз. Түрлі түсті тәтті бұрышымызды тураймыз. Кәдіні бірнеше бөліктерге бөліп тураймыз. Балықты маринадтаймыз. Ол үшін паприка, тұз, балыққа арналған дәмдеуіш қосамыз. Аздап сұйық май қосып араластырамыз. Осындай дәмдеуішпен балыққа арналған дәмдеуіш қостым. Кәді мен тәтті бұрышты да тұздап шығамыз. Лимонның шырынын қосамыз. Жарты сағатқа маринадқа қалдырамыз. Маринадты алып болған соң, шпажка таяқшаға осылай барлығын қойып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180-200 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Нүкей біздің өте дәмді тіске басарымыз дайын. Бұл тіске басарды ақ соуспен ұсынсаңыздар да болады. Описанияға сілтемесін қалдырамын. Бәріңіз жасап көріңіздер, ас болсын. Енді өте дәмді капреза салатын дайындаймыз. Кез келген ет қолдансаңыздар болады. Сиыр етін жұқалап осылай тураймыз. Еттің үстіне күнбағыс майындағы сарымсақты қосамыз. Оған тұз, паприка қосамыз. Ерекше дәм беру үшін тимьян қосамыз. Грильге арналған дәмдеуіш қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, бетін жауып, жарты сағатқа маринадқа қалдырамыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Песто тұздығын дайындаймыз. Блендер ыдысына базилик, укроп, петрушка, пармезан ірімшігі, сарымсақ, кедр жаңғағын, тұз, бұрыш, зәйтүн майы мен сұйық майын құйып, блендермен жақсылап еземіз. Бұл тұздықты мұздатқышта 3 айға дейін сақтауыңызға болады. Бағанағы пеште піскен етімізді қойып шығамыз. Оған тұздығымызды құямыз. Бетіне қызанақты қойып шығамыз. Қызанақтың үстіне тағы да тұздықты құйып шығамыз. Бетіне моцарелла гальбани ірімшігін қоямыз. Бетіне бальзамический соус, крем сеуіп шығамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Ал енді өте жұмсақ синабон тоқашын дайындаймыз. Бұл тоқаш өте жұмсақ, дәмі тіл үйіреді.
Ең әуелі аппарат дайындаймыз. Жып-жылы сүттің үстіне ашытқы мен қант салып араластырамыз. Мен осындай ашытқы қолдандым. Ашытқы ашылғаннан кейін 1 аптаның ішінде қолданып тастағандарыңыз жөн. Қамыр өте жақсы көтеріледі. Бетін ауа кірмейтіндей етіп жауып 10 минутқа жылы жерге қалдырамыз. 2 жұмыртқаның үстіне қант, тұз салып араластырамыз. Оның үстіне ерітілген жылы сармайымызды қосамыз. Ванильді қант қосамыз. Көтерілген апарамызды қосып, ұнды біртіндеп қосамыз. Қамыр илегенде қолға кішкене жабысыңқырап тұрады, қолдарыңызды майлап жіберіңіздер. Тым көп ұн қоспаңыздар, әйтпесе қамырларыңыз үлпілдек болмай шығады. Ауа кірмейтіндей етіп бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қоямыз. Мінекей қамырымыз көтерілді, аздап ұн сеуіп, қамырымызды бір илеп жібереміз. Қамырды 4 бұрышты етіп оқтаумен жаямыз. Көп ұн сеппеңіздер. Жұқа етіп жаямыз. Қамырды жайып болғасын, бөлме температурасындағы сармайды жағып шығамыз. Корицаға мен қамыс қантын қостым. Кез келген қант қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Бетіне сеуіп шығамыз. Енді қамырымызды жақсылап ораймыз. Жіппен бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Қамырдың шеткі бөлігін астына қарай жібердім. Тоқаштарды бір-бірінен алшақ қоятындықтан осылай жасадым. Яғни қамыр ашылып кетпес үшін. Бетін пищевой пленкамен немесе осылай орамалмен жауып 20-30 минутқа қалдырамыз. Қамыр көтеріледі. Қамыр көтерілгеннен кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Енді бетіне жағатын кремді дайындаймыз. Маскарпонеге мен үй қаймағын қостым және қант ұнтағын араластырдым. Пештен шыққан ыстық тоқаштарымыздың бетіне кремімізді жағып шығамыз. Бұл тоқаш отбасыма өте қатты ұнады, жұп-жұмсақ. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Ас болсын достар. Енді тортильядан тәтті түске басар дайындаймыз. Сондай-ақ бұл түске басар қытырлап тұрады. Мінекей осындай тортильяны аламыз, 4-ке бөлеміз. Осылай біреуін кесіп жатқан кезде қалғанын пакетке ыдысына салып қойыңыздар, кеуіп қалмау қажет. Осылай орап, тіс шұқитынмен осылай қыстырамыз. Тіс шұқитынмен осы жерінде қыстырсаңыз да болады. Қызып тұрған майға салып, екі жағы қызарғанша қуырып аламыз.
Ақырындап тіс шұқитынды осылай аламыз. Ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Мен 25% қаймақпен қант ұнтағын қостым. Бұл салманы қайнатпалы креммен, сүзбелі ірімшікпен алмастырсаңыздар болады. Кондитерский мешокқа салып, әр тортильяның ішін осылай толтырып шығамыз. Және бетіне мен малина мен еже малина қойдым. Осындай қышқыл жеміс тәтті десертпен жақсы үйлеседі. Бұл десерт өте дәмді, барлықтарың жасап көріңіздер және қытырлап тұрады. Ендігі кезекте шырынды шай демдейміз. Ыдысымызға шай, көк шай қоссаңыздар да болады. Лимон, лайм саламыз. Осындай барбадос сиробын қостым. Өзіңізге ұнаған түрін қоссаңыз болады. Үстіне қайнап тұрған ыстық су құйып, қақпағын жауып 10 минутқа тұндырамыз. Бәріңіз демдеп көріңіздер, шайларыңыз дәмді болсын. Қымбатты достар, оразаға арналған осындай мерекелік дастархан сіздерге ұнаған болса, достарыңызға, группаларға поделиться етіп қойсаңыздар болады. Видео ұнаған болса, лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Оразаларыңыз қабыл болсын, жаңа видеода кездескенше.